Қайырлы күн ұстаздар, сіздермен ұстаз Кесет. Бүгін біз сіздермен қызықты ойын жасауға арналған Умайгра сайтымен танысатын боламыз. Google-ға Умайгра деп жазамыз. Келесі бізде осындай бет ашылады. Бірінші сілтемені басып кіреміз. Бізде осындай бет ашылады. Келесі создать игру батырмасын басамыз. Осы жерде өздеріңіздің почталарыңызды немесе Google аккаунттарыңызды жазып кіре аласыздар. Мен бұл жерде Google аккаунтты жазып қоямын, алдын ала кіріп. Бізде осындай бет ашылады. Сіздердің жасалған ойындарыңыз осылай сақталып тұрады. Создать игру батырмасын басамыз. Осы жерден әртүрлі шаблондар ашылады, яғни ойын шаблондары. Өзіңізге ұнаған шаблонды таңдап, ары қарай жұмыс жасай бересіздер. Мысалы, біз осы сядь на поезд батырмасын басамыз, ойын таңдап. Келесі бізде ойынның атауын жазамыз. Мысалы, поездбен саяхат деп жазып көрейік. Келесі биология. Яғни өздеріңіздің пәндеріңізді таңдап аласыздар, оның ішінде бөлімдерін таңдап алсаңыздар болады. Ботаниканы таңдап көрейік. Создать игру батырмасын басамыз. Бізде осындай бет ашылады. Ең бірінші осы жерге бірінші уровеннің тапсырмасын жазып кетеміз. Мысалы, дұрыс жауабын немесе басқа да сөздерді жазып, ары қарай тапсырманы қоссаңыздар болады. Бұл жерде екі түрлі тапсырма типі бар. Біріншісі жалған немесе дұрыс, екіншісі екі жауаптық сұрақты енгізсеңіздер болады. Екі жауаптық немесе үш жауаптық тапсырманы енгізуге болады. Осы екеуін біреуін таңдап, өздеріңіздің пәндеріңізге қатысты сұрақты жазып, ары қарай жұмыс жасай бересіздер. Мысалы, жапырақтың 6 ұлпасы бар деп жазайық. Яғни бұл жерде дұрыс жауап. Осыны таңдаймыз, немесе бұрыс жауап қойсаңыздар, соны бала өзі анықтап жазу керек. Келесі бізде тағы да көрсетейін. Ақиқат немесе жалған типін таңдап, сұрақты енгіземіз. Бұрыс қуасыз ба, дұрыс қуасыз ба, соны таңдайсыз. Одан соң келесі тапсырмаға өтесіз. Келесі бізде екінші уровенді қоссаңыз болады, және де оған осы жердегі плюсикті басамыз. Екінші уровеннің тапсырмаларын жазып шығамыз. Бұдан кейін добавить кнопкасын басып, ары қарай екінші уровеннің тапсырмаларын енгізіп отырамыз.
Бұл жерде де тура екі типті тапсырмалар енгізесіздер. Бірінші жалған немесе ақиқат, екіншісі бір сұрақ және де әртүрлі жауаптар белгіленеді. Тапсырманы енгізіп болған соң, осы жердегі көк кнопканы басамыз. Осы жерге қандай бөлім екенін жазып кетесіздер. Болмаса қандай тақырыпқа байланысты ойын түрі екенін жазасыздар. Осы жерге баланың, оқушылардың, яғни жастарын жазып қоясыздар. Мысалы 12-14 жас аралығындағы оқушыларға ойнатуға болатын ойын. Келесі бізде қазақ тілін таңдаймыз. Одан кейін биология бөлімін, яғни өздеріңіздің пәндеріңізді таңдайсыздар. Осы жердегі төбедегі кнопканы басамыз. Келесі бізде описание, яғни ойынды қалай ойнау керектігін осы жерге жазып кетеміз қазақшалап.
Келесі бізде играть батырмасын басамыз. Мінекей біздің ойынымыз ашылды. Описание, яғни түсініктемесін балалар оқып шығады. Астындағы орысша жазылған сөздерді өзгертуге болады. Игра батырмасын басып, стартты басамыз. Біздің пойызымыз келді. Енді оқушылар сұраққа жауап береді. Жалған немесе ақиқатты таңдайды. Дұрыс болса пойызға отырып саяхат жасайды. Тура солай келесі тапсырмаларды орындайды. Сұраққа дұрыс жауап бермесе, пойызға отырмайды, келесі пойызды күтеді. Екінші өргеннің тапсырмалары шықты, мінекей. Бұл жерде уже екі жауаптық тапсырманы енгіздік. Бала дұрыс жауап берді, келесі саяхатқа кетті. Сайтта бұдан басқа түрлі қызықты ойындар бар. Осы тапсырмаларды енгізіп, өзіңіздің пәніңізге қатысты әр түрлі ойын түрлерін ойнатып, балалардың қызығушылығын арттыруға болады. Мінекей ойын аяқталды. Менің бүгінгі видеом сіздерге ұнаса, маған подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен ұстаз КЗ.